Сәлем достар. Бүгін біз осындай секір де оз ойынын боламыз. Осындай көбейтек болады. Бұл шетте әртүрлі осы шетте тұрған 4 тістер бар. Мен жасылда, айым қызылда, және де бағжан қызыл сарыда, арнұр көкте. Қазір осы көбейікті алып, мамам осылайынан лақтырады. Егер де жасыл түсте, мен жасылменен бір қадам алдыға қарай секіретін боламын. Егер де ақ түсетін болса, екі шетте ақ түс бар, осы ақ түсетін болса, бәріміз бір қадамнан артқа қарай жылжытын боламыз. Және де бұл ойын 3 раундтан тұрады. Бірінші раундқа 5 теңге беріледі, екінші раундқа 5 теңге беріледі, ал үшінші раундқа осылай 10 теңге беріледі. Және де бұл ойында 3 раундта, осылайна 3 раундта да ақша болады, ешқандай да вкусняшкалар болмайды. Және де бұл ойын бізде өте қызықты ойын болады. Ал ендеше бастайық. Ал ендеше достарына бастаймыз. Мама көмекті беремін. Мамам лақтырады, және де осы приздарды да мамама беретін боламын. Сәлем, балалар. Ал, балалар ойынды бастаймыз ба? Онда кеттік. Бисмилля, кім кетсе екен? Бұл бірінші раунд. Ура, маған түсті. Мен бір қадам алдыға жылжимын, айым сияқты. Енді Баласан, өзің лақтап тұрсың да болады ғой? Жоқ, айым арқаға тұр. Сен қызыл түскен жоқ қой әлі? жасылды. Мен тағы да 2 қадам аттайтын боламын. Бұл бірінші кезеңде мен ұтып жатырмын. Қазір қаншайымға пісіріп бермесем ба? Негізі бұл ойында сәттілікке байланысты. Себебі кімге лақтырам десең де бұл ойында түспейді. Себебі мен қатты лақтыратын боламын. Көк! Арнұр бір қадам алдыға жылжиды. Мамиге анасы қия. Алла. Алла деп қойш. Тағы да жасылға түсті. Мен бірінші раундта осылайда 3 рет ұттым. Енді 3-ші қадам аттадым. Балсы сен шетте тұрсың, мақтырасың. Жаным, қызыл түсін десе қызым. Ал енді балоса өз лақтыра беретін болады. Көк түсін, олмын. Давай, бастайын. Арнұр бір қадам артқа. Ақ түсте бір қадам арқаға жылжисын. Ақ түсте арқаға жылжиды. Бірінші қағазын істеймін. Айым тағы да ұтты. Көк кетіңдер, мамам. Алға көк кетіңдер. Бана алға көк кетіңдер, я. Байқасын. Тағы да қызыл түсті бұл. Что-то айым менен өсіп кетіп отпайтын. Ал бағжамасы әлі бір ретте қимылдаған жоқ. Маған түсін. Айымға тағы да түсті. Айымға тағы да түсті. Енді тағы да бір рет тағы да бір рет қызыл түссе финал болады. Байқа тұр. Дайынға тұр. Тағы да бір рет қызыл түсетін болса финал болады. Сосын бірінші раундта айым ұтады. Айымға 5 теңге алады. Егер де тағы да бір рет қызыл түссе. Жасыл! Ананың ішіне сары деген түс бар ма? Сары шетте болған соң түспей жатыр ма? Тағы да көк түсті. Келесі екінші раундта онда орын ауыстыратын болыңдар, я? Орын ауыстырыңдар. Я. Мен бірақ сары болмайын. Жасыл болым. Қызыл! Айым бірінші кезеңде айым жеңді. Сол үшін қанша айымға 5 теңге. Камераға көрсет қызым ақшаңды. Ақша. Ақша аттым мен. Сәл ары тұрса. Мен ақша болып алып, қаншайым 5 теңге ұтты. Бірінші раундта айым ұтты, енді екінші раундта мен ұтам деген ойдамын. Қазір енді орындарымызды ауыстырамыз. Мен қызылда тұрам. Аны сен мұнда тұр. Жоқ, айым сен балса сен сарыда ма тұрсай? Себебі сен жасылда көп жүрсің. Мама, қазір
Қалтаңа салмайын ба? Ал енді екінші раундты бастаймыз. Екінші раундты бағжан лақтыра берсін бе мен бе? Шетте тұрған бағжан Мен бір тоқтайын. Мама, мен бір тоқтайын. Достар, бұл екінші раунд. Екінші раундта біз осылайынан жайланып орындарымызды ауыстырдық. Мен орныма бағжан, айымның орнына арнұр және де бағжанның орнына айым келді. Ал мен арнұрдың орнында тұрдым. Бірінші раундта бізде айым 5 теңге ұтылған болатын. 5 теңге ұтты. Екінші раундта да 5 теңге болады. Ал үшінші раундта 10 теңге болады. Мен екінші раундта ұтпасам ұтпай қойым, бірақ та үшінші раунд маған өте қатты қажет. Және де біз қазір осы екінші раундта орындарымызды ауыстырып қайта ойнайтын боламыз. Ал енді бастайық. Ал енді мамам кубиктер лақтыратын болады. Мен ана жақта тұрып лақтырып беріп тұрам. Бағжан, сен ба или баласа біреуің әкеп беріп тұрасың? Ал кеттік. Қанекей кімге бұйырады екен? Екінші раундта мен осылай бір қадам жылжыдым. Қазір енді ақ түс қалмаса болды. Манс. Бір қадам мен. Бұл екінші раундта арнұр жүрді. Екінші. Егер де қазір балалар ақ түс түсетін болса, Арнұр да баласа да арқаға жылжитын болады. Жоқ, ақ түспес. Жасыл, бағжан. Айым ұтылды. Айым ұтылған жоқ әлі. Әлі сөйтіп алдынан айтып деп тұрған берші. Қазір көреміз, қызым. Айым ұтылды. Маған түсті, ура! Мен түсем ғой. Мен түсем, по-любому мен түсем. Достар, екінші раундта мен уже екінші рет істедім. Айттым ғой мен түсем деп. Кезек-мезек болады, что-то мен түстім, одан кейін Анна түскенде тағы да қазір бағжан түссе, точно кезек-мезек болады. Қызым. Мен аяғы тиіп тұр. Сонда бағаладым. Мен бірінші от кеп жатырмын. Маме, әкеппей, ақ түспесінші. Қалы болмайды. Қазір Арнұр тағы да 2 рет болса, Арнұр ұтады бұл жолы. Және Арнұр түспей жатыр менің қызыма. Жасыл бағжан жүрді. Ренжимей жатыр ғой, мама. Ренжімейді, қаншайым бірінші кезеңде. 5 теңге ұтып алды. 5 мың сойып отыр ғой. Жасыл. Айым шетте болғансын, айым. Қызым, айым тұра ғой орнына. Түседі. Сен осындай. Жалғастыра берейік, егер де қазір сары түс түссе, айым орнынан жылжиды. Иә. Айым түсін алды. Қазір Арнұр тағы да бір рет секіретін болса, тағы да бір рет осылай кубик түсетін болса, Арнұр келіп, Арнұр 5 теңге ұтады. Анашым ақ түсіп қалса ше. Ақ түсіп қалса, қайтадан арқаға Айнұр жылжисын. естіден ба? Қазір көрейік. Қаншайымға түссе жақсы болады. Айым ренжіп жатыр маяқта. Жасыл. Мам, әлі ешкім жеткен. Екінші раундта мен бірінші секірген сияқтымын, бірақ та менен кейінгілер ұтып жатыр. Бірақ та айым әлі ұтпады. Мен ұтып жатырмын ғой. Айым мәнге қалып қалды. Айым ренжіп қалды. Қаншайым да 5 теңге ұтты ғой. 5 теңгесі бар, иә? Сонда ғой әлі. Маған қызыл түсіп қалды. Қызыл түспесін. Ассалаумағалейкум. Қазір Арнұр бағжан екеуін бекіне алғалды бір реттен кім ұтады екен? Маған түседі. Мен әлі байқасаңыздар, ақ түс әлі өше мүлдем түспеді, иә? Ақ түс түспей жатыр. екінші раундта түспеді. Қызыл сарыда түспей жатыр ғой. Жасыл. Достар, бірінші раундта айым жеңген болатын, ал енді екінші раундта бағжан жеңген. Ал бағжанның ұтысы 5 теңге. Мен кеп отқан едім.
Қазір қаншайымменен бағжанда 5.000 теңгеден бар. Ал Жасы үшінші болады. раундта мен ұтсам, Жасы болып кетті. Жасы болып Жоқ, бағжан сен сары түске өтсе ол. Жоқ, қаншайымның орнын ауыстырыңдар. қандай жасы болайық. Қаншайым жасыл Мен бар еді. тұрмын ғой, мама. Тұра берсін де көпте. Достар, бұл үшінші раунд. Айым бірінші раундта 5.000 теңге ұтқан, бағжан да бірінші раундта 5.000 теңге ұтты. Екінші раунд қой. 5.000 теңгеден екеуі де ұтты. Енді үшінші раундта қазір Менде 10.000 теңге болады. Үшінші раундта мен жеңем деген ойдамыз. Ал енді үшінші раундты бастайық. Мен Симо. Бағдарды кеп қоясың ба? Қазір кубиктер лақтыратын болады. Қаншайым бастаймыз, иә? Жаңа қаншайымды көргендеріңіздей ренжірді. Қаншайымға сары түс мүлдем түспеді. Үшінші раундта үшті орынша шагем. Үшінші раунд осы видеодағы ең соңғы раунд болады. Үшінші раундта кім жеңеді, сол 10.000 теңге алатын болады. Ал балалар, сәттілік. Иә, ренжіп қалды, иә? Екінші кезеңде қаншайым кішкене ренжіп қалды. Ал балалар, көреміз кім 10.000 теңге ұтып алады екен. Жоқ, менде 10.000 теңге бар. Егер де осы кезеңде кім ұтса, сол бала 10.000 теңгені алатын болады, иә? 10.000 теңге ұтып алсаң, не аласың сен магазинге барып? Сен 10.000 теңге ұтып алсаң, сосын қолыңда 5.000 теңге бар. 15.000 теңгеге магазин тонап келесің ба сосын? Жарайды, онда сәттілік, иә? Ал Давай. енді үшінші раундты бастаймыз. Ал үшінші кезеңді бастаймыз. Жасыл бізде арныр. Арныр біледі. Қазір қызым көрікті енді. Маған түсін, маған. Тағы да жасылға түсті. Жасыл менен қызылға түсесін сияқты. Кел қызым. Тоқтасы, қызым енді басалы ойын. Көрейік та. Айна. Неге қызғылттары түспей жатыр? Арқаға. Қызым ақ түскенде арқаға бір қадам жылжимыз. Қызғылттар, мен. Ақсы, достар, бізде 2 рет қатарынан ақ түсті. Екінші раундта мүлдем ақ түспеген еді. Енді үшінші раундта 2 рет уже ақ түсті. Бастана саласымен. Ал бірінші раундтың ортасында 1 рет ақ түскен. Жоқ, сол біріншіде тұрасың. Арнып. Көмде сен жасыл түсті аты ғой. Жасыл. Арныр қатты қуанады. Үш рет жасыл түсті. Басқа ешкімге соған тек жасыл түсіп отыр. Болмайды ғой бұлай. Ура! Мен Сары түстім. түсті. Үшінші раундта мен бір рет қана енді бірінші рет түсіп жатырмын. Сен үшке келдің. Үшінші келдің. Жасыл. Маған. Қызыл. Айым, бір қадам. Осы жерде тұрасың. Жарайды, екі қадам жылжысаң. Болмайды ғой, мам. Кішкентай ғой, ренжіп қалды. Екі қадам жылжысаң. Қызыл. Мамайым негізінде енді екіге келу керек еді. Енді ол кішкентай ғой.
Бақжан әлі бір рет те жылжыған жоқ. Айым! Қатарынан қызыл түсіп жатыр. Мен тұрмасаң таяғын. Қанекей. Айым қара қыз. Ақша! Жоқ, әлі ұтпадың ғой тағы. Нәрсе тұзайсың. Сол нәрсе өтесің өлмей. Тек қана қызыл түсіп жатыр достар. Мен нәрсесің бұл. Яқтым. Көк бірінші рет жылжып жатыр. Бақжан екеумізде тек қана бір рет ақ болды. Мен соңғы орында қалып қалдым. Молодец. Красавчик. Мен нәреттім да. Мен. Ай, мама! Мама, қараңыз, екеумізде болған ақша. Жазып түсті болды. Мен түстім, мама. Достар, үшінші раундта да айым Көріп тұрғандарыңыздай, үшінші кезеңде жеңімпаз қанша айым болды? Ала қой, кетім. Камераға көрсете қой. Ақша берсем, мен достар. Достар, үшінші раундта айым ұтқан болатын. Айымда қазір бірінші раундта, сосын айым үшінші раундта да ұтты. Айымда қазір 5.000 теңгеден көп ақшасы бар, уже 15.000 теңгесі бар. Айым бірінші және де үшінші раундта ұтты. Ал Бақжан екінші раундта ұтты. Ода қазір 5.000 теңгесі бар. Біз бұл екеуі 5.000 теңге, 15.000 теңгелерін осы бір жай ғана коробка арқылы, осы көбік арқылы ұтып алды. Енді бұл ақшаларды өздері жартады. Мен ұтпай қалдым енді. Қалаған тәттілерін алып жейтін болады, иә, балалар, иә? Қаншайым саған бүгінгі ойым қатты ұнады ма? Ұнады ма? Ал біз Арнұр екеуміз маған ұнамады. Маған ұнады. Достар маған көп оннан бірден балым. Маған ұнады. Достар мен көптен өйткені маған қоямын. Мынандай ақша да деп айта алмаймын, өйткені мен ақша ұта алмай қалдым. Біз Арнұр екеуміз ақша ұта алмай қалдық. Айымменен оннан бірден бал қоямын. Оннан 10 деген. Достар мен көп бал қоямын. Көп бал қояды қаншайым қыздарының себебі. Менің бір, екі, үшін. Үш ақша Айым ұтып байып алды, кетті. иә. Өзі мен бай болып кеттім. Көп бай болып кеттім. Енді ағаңмен бірге дүкенге бара, магазинге барасың ба? Иә. Базар екеуміз магазинге барамыз. Кучаш базар үйде. Мен котташке аламын. Мамызды аламын, ойшымен. Ал достар, біздің осы видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде бізге тіркеліп қойыңыздар. Біздің каналымызға тіркеліп қойыңыздар, себебі бізде күніге өте қызықты челлендждер шығады, және де влог видеолар шығатын болады. Біздің видеоларымызға, челлендждерімізге лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет сіздерге. Және де біздің осы видеомыз ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.